Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай ауызда еритін өте дәмді өріктің вареньесінен жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның описание бөліміне қалдырамын. Алдымен осылай жұмыртқамызды, қантымызды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін ұнымызды, разрыхлителімізді қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып дайындаймыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, жан-жағын сары майымызбен майлаймыз да, тестамызды екі бөлікке бірінші жартысын салып аламыз да, духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың бірінші слойы дайын болды. Енді осының бетіне жаңағы өріктің вареньесін жағып шығамыз. Одан кейін үстіне қалған тестамызды құйып, тағы да духовкада 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз толықтай дайын болып шықты. Бөлме температурасында суытып, бетіне өріктің вареньесін жағып, жаңғақпен немесе кокосовый стружкамен әсемдесеңіздер болады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздерді осындай жеңіл әрі оңай рецепттермен қуантуға әзірмін. Астарыңыз дәмді болсын.